Граммный пирогқа керекті заттар: начинкасына 400 грамм қаймақ, 3 жұмыртқа, 100 грамм қант және бетін сәндеуге клубника. Сіз бұның орнына басқа зат қолдансаңыз да болады, немесе мүлдем қолданбасаңыз да болады. Ал тестасына 250 грамм ұн, 1 сармай, 72%, 1 жұмыртқа, 100 грамм қант және разрыхитель керек болады. Ең бірінші ұнымызды салып аламыз. Ұнымызға разрыхителімізді саламыз. Сосын араластырамыз. Одан кейін бұның үстіне сармай саламыз. Сармайды чөркадан өткіземіз. Яғни мұның орнына басқа чөркада қолдансаңыз болады. Мен осы чөрканы қолданатын боламын. Осылай сармайды ұнға кішкене батырып алып, осылай чөркадан өткізесіздер. Міне осыны енді біріктіріп, араластырып, қамыр қылып елейміз. Тестамызға қалған қантымыз бен жұмыртқамызды салып алдық, енді барлығын араластырамыз. Егер ұныңыз аз болып, қамырыңыз сұйық болып жатса, тағы да ұн қосуға болады. Міне осындай сіздерде жұмсақ теста болады. Енді осыны пакетке салып, холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. Ол үшін қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салып алдық. Енді оған 3 жұмыртқамызды және де 100 грамм қантымызды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырып аламыз.